Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен Инстаграмда новый аккаунт ашуды үйрететін боламыз. Ең алдымен жоғары жақта басып, создать новый аккаунт дегенді басасыздар. Осы жерге өзіңізге қажетті логинді жазасыздар. Логиніңіз өзіңіздің атыңыз немесе атыңыз бен фамилияңыз. Арасына точка немесе пробел қойып жазсаңыз болады. Қазіргі таңда official немесе артына 1995 деп жазу трендте емес. Ол логинді адамдар есте сақтау қиын. Мен қазір Айдана Аман деп жазамын, одан кейін бос аккаунт, бос логиндарды маған шығарып береді. Соның ішінен өзіме қажеттісін таңдаймын. Мен алғашқы тұрған Айдан Аман дегенді таңдадым. Өзіңізге қажетті логинді таңдап алғаннан кейін далені басасыз. Өзіңіздің ойыңыздан пароль ұйымдастырасыз, яғни пароліңіз қатты оңай болмауы қажет сандар және әріптерден құралуы керек. Латын әрпімен есіңізден шықпайтындай. Сонымен завершить регистрация, яғни тіркеуді аяқтаймыз. Сонымен сіздің Инстаграмда жаңа аккаунтыңыз ашылады. Келесі сіздің жасайтын әрекетіңіз ол аватар, яғни жоғарыда тұратын фотоңызды қою. Мына жерде сіздің фейсбугіңіздағы достарыңызды шақырамыз дейді. Подключить к Facebook десеңіз, бірден фейсбукқа кіріп кетесіз. Бірақ дәл қазір маған бұл қажет емес, сол себепті де пропустить етіп өткізіп жіберемін. Келесі кезекте аватаркаға өзіміздің фотомызды қоямыз. Фотоңыз, яғни қоятын суретіңіз барынша анық 3:4 форматта түсірілген, немесе кеудеңізден жоғары қарай түсірілген, шапкамен, очкимен түспеген, креативный анық фотоңызды, яғни анық суретіңізді қойғаныңыз дұрыс. Галереядан өзімнің кез келген бір фотомды таңдап қоя салдым. Далені басасыздар, сонымен фото сохранить етіледі. Келесі кезекте біздің жасайтын жұмысымыз ол достарды тіркеу, өзіңіз туралы ақпараттарды толтыру, сілтеме қою, бірақ бұлардың барлығын мен келесі видеода көрсететін боламын. Әзірге Инстаграмда жаңа парақша ашу тек осылай ғана жүзеге асады, өте оңай. Егер видеом ұнаса, арнама тіркеліңіз, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сонымен қатар комментарийге келесі жолы қандай видео түсіру керектігін жазып кетсеңіз де болады. Сіздермен болған Айдана, менімен бірге болыңыздар. Видео пайдалы болды деген ойдамын.